балалармен өткізген қызықты сәтке мен номер 21 ресурстық орталықтың қазақ тілі оқытушысы Мұхамеджанова Айжан Батылханқызы рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында балалармен ғажайып елге саяхат атты экскурсия өткіздім. Халқымыздың салт санасы мен дүние танымын балаларға жеткізу, ұлттық рухты бойларына сіңіру мақсатында өткен тарихымызға саяхатқа шыққан едік. Балалар бұрын халқымыздың баспанасы кигіз үй құрылысынан бастап салт дәстүрмен, ұлттық киіммен, ыдыстармен, ел алыптарының есімдерімен әйгілі композитор, дирижер Нұрғиса Тілендиев Атабайұлымен танысып, оның отырар сазы ансамблін тыңдап қызықтады. Ортасында ойын ойнап, бір серігіп, серпіліп те алған еді. Саяхатымыздың екінші бөлімінде кигіз үйдің ішкі көрінісін, жабдықтарын тамашалап, ұлттық дүние танымдарын арттырды. Олар ағаш ыдыстарды, торсықты, ұршықты, әшекей бұйымдарды ұстап көріп, үкі қауырсыны қасиетті екенін білді. Соңында ұлттық бұйымдармен жасалған қуыршақ театрындағы ұршық, асық, сәукеле, мәсі, бөрік қуыршақ театрларымен танысып, өз ойларымен бөлісті. Бүгінгі саяхатымыздан не білдіңдер, не түсіндіңдер? Кәнекей, өз ойларыңды айта қойыңдар. Телефон кім екенін білдім. Үкінің қауырсыны қасиетті екенін білдім. Ыдыстар бұрын ағаштан жасалған білдім. Ұршықпен болдық таныс. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі саяхатым сендерге ұнады ма? Иә! Ендеше балалар, бүгінгі күнімізді қызықты сахналық көрініспен жалғастырайық. Мен жоңғар ханбын, маған ешкім де қарсы шыға алмайды. Оу хан, хабарлауға ұқсап бетіңіз, сізге бетіңіз адамдар келді. Келуге қалай қорқпады шақыларды. Оу хан, орнестенден қорқпайтын сияқты. Кірсін, бастарым кесем. Неге келдіңдер? Айтыңдар, біз қазақпыз, ешкімді босқа ренжітпейміз. Аунамамызды, халқымызды қорғаймыз. Біз достықты дегілер білеміз, біз кез келген жұмысы бағалаймыз. Соғысты қалсаңыз, соғыс болады. Менің әскерім дайын, ал дос бар десеңіз қол алсайық. Қолымды беремін, дос болғайық. Сіздің халқымыз кез келген қиындықты жеңе атының көрініпті.